Қыздар, біз бүгін сүтті құс тортын дайындаймыз. Ол үшін алдымен құрғақ ыдысымызға сары майымызды және жұмыртқаларымызды салып аламыз. Бұдан соң бұған сгущенкамызды саламыз. Мен бұл тортты дайындау үшін әрдайым айналайын сгущенкасын пайдаланамын. Себебі бұл сгущенка өте қою. Осы сгущенкамен жасағанда бұл тортым әрдайым өте нәзік, дәмді болып шығады. Енді осыны жақсылап миксермен араластырамыз. Бұдан соң оған елекке салынған ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізіп, оны миксермен араластырып, бір келкі қамыр дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз осындай болады, яғни қоймалжың. Енді пергаментный қағазымызды формамызға салып, осылай ізін түсіреміз. Менде многоразовый антипригарный қағаз, яғни ол бірнеше рет қолданылатын. Осыған 2-2,5 ас қасық қамырымызды құйып, осылай жағып шығамыз да 160 градуста 5-7 минутқа жібереміз. Міне осындай болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін кілегейімізді миксермен араластырып, яғни қоюлана бастаған кезде оған қант ұнтағын саламыз. Және де творожный сырымызды салып, тағы да миксермен қою болғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз осындай болды. Енді осылай қисайтқанда төгілмеуі тиіс. Енді торттарымызды жинаймыз. Ол үшін алдымен коржымызды қойып, оған сыртынан менде осындай кольцо бар. Яғни ол бір келкетіп жиналу үшін қажет. Осылай кольцоға салып, үстінен 2-2,5 қасық кремімізді жағып, оны қасықпен тегістеп, тағы да коржымызды салып, осы ретпен тортымызды жинаймыз. Егер сіздерде тек қана сливки мен қант ұнтағы болса, яғни творожный сыр болмаса, ол екеуімен де крем дайындауға болады. Онда да дәмді болып шығады. Сіздерде кольцо болмаса, бұлай да жинай беруге болады. Міне бізде осындай торт болды. Енді осыны сыртын тегістеп әсемдейміз. Кольцодан босату үшін алдымен оны пышақпен айналасын осылай кольцодан ажыратып алуымыз қажет. Енді қалған кремімізді үстіне, айналасына жағып шығамыз. Торттың сыртын өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Үстін тегістеу үшін шпатель не болмаса, ондай болмаса, пышақпен де тегістеуге болады. Мен торттың сыртын әсемдеуге вафельді крошканы пайдаландым. Ал үстіне осы қалған креммен гүлдер жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша жеміс жидектермен, шоколадтармен әсемдеулеріңізге болады. Менде ондай болмағандықтан, мен жай ғана осы
креммен гүл жасап әсемдедім. Міне біздің тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Жасап көріңіздер. Ас болсын, менің каналыма жазылып лайк басыңыздар.